Қазір көптеген осындай видеолар шығып жатыр. Қазақстанда кризис па деп. Өйткені кәсіпкерлер қазір заказ аз, клиент жоқ. Анадай киім сататын жерлерде адам аз дейді. Содан кейін салон красотыда, барбершоп деген жерлерде адам аз дейді. Обычно декабрь айы лық толы болатын дейді. Қазір осы жылы вообще адам аз деп айтып жатыр. Сонымен осындай видео шығардым. Менің ойымша қазір енді салон красоты туралы айтайын. Мысалы қазір көп қыздар анадай нарощенные реснички, содан кейін маникюр көп жасай бермейтін сияқты маған. Өйткені өз басым мысалы бұрында мысалы мен жасамасам маған айтатынды: а че сен маникюр жасамайсың, а че сен реснички жасамайсың деп солай айтатынды. Ал қазір көп қыздар ондай жасамайды. Қазір ондайға мода кеткен сияқты. Или біздің сана сезіміміз кішкене өзгерді ма деп ойлаймын. Өйткені мысалы егер бір тойға барсаң, басқа бір вечерге барсаң, міндетті түрде бір жаңа көйлек алу керек болатын. Міндетті түрде салон красотыға барып прическа жасау керек болатын. Міндетті түрде маникюр болу керек болатын. Қазір ондай жоқ. Қазір өзің мысалы шашыңды қалай өзің көтеріп алсаң, прическаны, ең маңыздысы осындай таза, опрятно, аккуратно жасасаң болды. Маникюр тойға осылай да бара беруге болады, мысалы ешқандай маникюрсіз. Мен ойлаймын, менің ойымша, біріншіден мүмкін бәрі қымбаттады енді, ал екіншіден біздің сана сезіміміз кішкене өзгерді деп ойлаймын. Сондай видео шығардым мен.